Сәлем достар, бүгін бір сливочный майымызбен 2 творожный пирог жасау жолын көрсетемін. Ыдысымызға 2 жұмыртқамыз салып аламыз. 250 грамм шекеріміз саламыз. Жақсылап миксерлейміз. 350-400 граммдай ұнымызға ванилин 15 грамм разрыхлителіміз салып, жақсылап араластырып аламыз. 180 грамм сливочный майымыз салып, ұнымызбен біріктіре отырып, араластырып, сұйық массамыз құйып, жұмсақ қамыр елеміз. Қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр болу керек. Егерде тестоларыңыз қатты жұмсарып кетсе, онымен теңше бассаңыздар болады. 500 грамм творог, 7 ас қасықтай шекер саламыз. Сосын 2 қасық қаймағымыз саламыз. 2 жұмыртқамызды жарып, жақсылап миксерлеп жүреміз. 2 ыдысымызға теңдей қылып 2 бөліп аламыз. Многоразный осындай пергаментный қағазымызды қалыптың астына төсеп, қалыпымыздың тегіс жағын қойып, қамырымызды онды себе отырып, қамырымызды 2-ке бөліп, жанынан осындай бортиктен кішкене алып қаласыздар, ол қазір бетіне керек болады. Оның көмегімен жақсылап жұқалап, шет-шетіне жеткізе отыра, тестамызды жұқалап қалпымыздың ішіне тегістеп орналастырып шығамыз. Шет-шетін шығарамыз. Осылай жайыңқырап отырып, шет-шетіне жеткізіп, әдемілеп тестамызды осылай дайындап аламыз. Сұйық массамызды ортасына салып, тегістейтін боламыз. Жақсылап жеткізіңкіреп отырып, осылай тегістеп шығасыздар. Шет-шеттерін әдемілік үшін басып шығамыз. Артық шығып тұрған тесталарды. Үкіштің көмегімен беттеріне жаңа бортигімізді жақсылап үгітіп шығамыз. Үкіштің үлкен жағы болу керек. Сонымен жақсылап тегістеп үгітіп шығасыздар. Теңдей етіп, барлық жеріне жеткізіңкіреп отырып, қызып тұрған пешімізде 190 градуста примерно 35 минутта қызартып пісіріп аламыз. Дайын болған тестамызды суытуға жібереміз. Суыған тестамыз үстіне жанына сахарный пудрамыз сеуіп, осымен пирогымыздың дайын түрін қалаған қонақтарыңызға, қалаған клиенттеріңізге ұсынсаңыздар болады. Менің пирогымның ортасын піскенінің несін көре кетіңіздер. Өте керемет, өте дәмді болып шығады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Видео ұнаған болса, маған тіркеліп, жақсы көңілдеріңізбен бөлісе кетіңіздер.